Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 30-шы сабақтың тақырыбы дауыссыз Л мен Р. Сабақтың мақсаты: Л, Р әріптерінің емлесін сақтап жазамын. Түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен табуды үйренемін. 48-ші жаттығу. Екі бағандағы сөздерді салыстыр, содан соң өзің қорытынды жаса. Бірінші қатарда лашын, лағыл, лебіз, рахмет, рақат, әрең, рақым сөздері берілген. Екінші қатарда іле, ілгіш, ілесу, ірі, ірімшік, ылди, ылғал. Екі қатардағы сөздерді салыстырайық. Бірінші қатардағы сөздер Л, Р әріптерінен басталып жазылғанымен, естілгенде сөздің басында А, Э дыбыстары дыбысталады. Екінші қатардағы сөздер қалай жазылса, солай дыбысталады. 49-ші жаттығу. Берілген сұрақтарға сүйеніп, суреттегі құсты сипаттап жаз. Лашын қандай құс? Лашын жыртқыш құс. Оның түсі, көзі қандай? Үстіңгі беті сұр, астыңғы жағы ақшылдау келген, көлденең қара жолақты. Көзі қарақаттай мөлдір. Ал тырнақтары қандай? Тырнақтары майысқан, өткір. Оны неліктен жыртқыш құс деп атайды? Тірі жануарларды және де олардың өлекселерін жеп тіршілік еткендіктен. 50-ші жаттығу. Сөздерді көшіріп жаз, мағынасын түсіндір. Іле, ілгіш, ілгек, ілгері, ілесу, ылди, ылғал, ырыс, ірімшік, ірі, ылғи деген сөздер берілген. Енді осы сөздердің мағынасын ашайық. Іле өзен атауы. Ілгіш киім ілуге арналған зат. Ілгек киімнің ілгішке ілетін жерін ілгек деп атаймыз. Ол негізінен киімнің желке тұсында орналасады. Сонымен қатар ілгек деп киімнің алдыңғы жағын бір-біріне жабу үшін басы ілмейіп келген затты да біз ілгек деп атаймыз. Ілгері алдыға деген мағынаны білдіреді. Ілесу еру мағынасын білдіреді. Ылди аласа ойпат жерді айтамыз. Ылғал дымқыл сулы. Ырыс береке деген мағынаны береді. Ірімшік сүттен жасалған тағам. Ірі алып үлкен жуан деген мағынаны білдірсе, ылғи үнемі деген мағынаны білдіреді. Түсініксіз сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап біліп алыңыздар. Шығармашылық үзіліс. 51-ші жаттығу. Перизат атасын мерейтоймен құттықтағысы келіп, қолына қаламын алды. Қағаздың басына құрметті ата деп жазып қойды. Әшейінде толып жатқан сөздердің біреу есіне түссейші. Перизаттың орнында болсан, сен атаңа жылы лебізді қалай білдірер едің? Құрметті ата, сізді бүгінгі мерейтойыңызбен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Ешқашан ауырмаңыз, біз сізді жақсы көреміз. 52-ші жаттығу. Бос тор көздерге Л, Р әріптерінен басталатын сөздерді тауып жаз. Бірінші Р әріпінен басталатын сөздер: рең, риза, рахат, раушан, рақымды. Екінші Л әріпінен басталатын сөздер: лақ, лашын, лимон, леген, лашық. Құрметті оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сабақ сіздерге пайдалы болған болса, арнама жазылып, лайк басып, төменге пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.